Ассаламу алейкум, кадырлы Казспорт телеарнасынын көрөрмендери. Сиздердин назарларыңызда көкпардан ересектер арасындагы 17-ші Казакстан Республикасынын чемпионаты. Міне, екі команданы бастап ортадағы төреші Бакытжан Төлеген келе жатыр. Және бүгүнкү ойын өте кызыктуу болууга тийисти, өйткені еліміздің ең азулы екі командасы ойын өрнөгүн көрсөтөт. Ол әрине Жамбылдың даңқты Әулие Атасы мен Алматы облысының мықты командасы Үш Қоңыр. Міне, Қайыржан Сүлейменов сіздердің назарларыңызда. Үш Қоңыр көкпар командасының капитаны, Алматы облысындағы бірден бір үздік шабандоздардың қатарында жүрген палуан. Міне, осында екі мықты команданың арасындағы ойынды көреміз. Бұл қызыққа, тартысқа толы болуы керек, өйткені екеуінің де әлеуеті жоғары. Әрине, Жамбыл облысындағыдай алматылықтарда 9 рет тұғырдың ең биік сатысына көтерілген жоқ десек те, ең мықты жігіттерден жасақталған. Міне, Нұрдәулет Момынов сіздердің назарларыңызда. Атамекен Үрстемов, ағайында Нәби Ақсақалдың балалары осы Жамбылдың Әулие Атасының сапында өңірдің абыройын қорғап жүргеніне біраз уақыт болды. Одан кейін 3-ші нөмірде Манарбек Дүйсенбиев Әулие Ата көкпар командасының сапында, 4-ші нөмірде Ғалымжан Ақылов, 5-ші нөмірде Жұлдызхан Тайырбеков, 6-ші нөмірде Құлажан Тоғайбаев, 7-де Әбуғали Абджаппаров, 8-де Елдос Асыл, 9-ші нөмірі Ерлан Жұмасаев, 10-ші нөмірі Есжан Құрманбай, 11-ші нөмірі Бағлан Шырымбаев, 12-ші нөмірде Құрманбек Тұрғанбек. Ал Алматы облысының Үш Қоңыр көкпар командасы мына тізімде өнер көрсетеді. 1-ші нөмірде команда капитаны Қайыржан Сүлейменов, 2-ші нөмірде Асқар Оңғарбаев, 3-ші нөмірде Айбек Болат, 4-ші нөмірде Нұрсұлтан Әбесов, 5-ші нөмірде Елдар Жинқұлов, 6-ші нөмірде Ринат Ибрагимов, 7-де Мейіржан Мәтшан, 8-де Дулат Ноғайбек, 9-де Елдос Тілебалдиев, 10-да Руслан Досжанов, 11-де Әлшер Ермаханбетов, 12-де Арман Жамалбеков. Ал ортадағы төреші Қызылорда облысынан Бакытжан Төлеген, Оңтүстік Қазақстан облысынан Сидулла Жәлелов, Ғани Нұржанов және Ырыскелді Байтасов, сонда Қостанай облысынан келіп отыр. Ал Әулие Ата көкпар командасының Жамбыл облысының палуандарының команда жетекшісі Үмбет Күшікбаев, жалпы Әулие Ата көкпар командасы құрылғаннан бүгінге дейін қолдау көрсетіп, демеу көрсетіп, талай көкпаршыларға демеушілік жасап, өзінің ағалық қамқорлығын танытып жүрген, өңірдің абыройын қорғайық, осы көкпаршылардың осалдығын білдірмесін деп атсалысып жүрген осы Әулие Ата көкпар командасының жанашырларының бірі Үмбет Күшікбаев және команданың жаттықтырушысы бірнеше жылдан бері Мұхаммедәлі Құралов. Мұхаммедәлі Құралов жаттықтырған кезде Әулие Ата көкпар командасы бірнеше рет Қазақстан Республикасының чемпионы болды. Биыл ғана жастар арасында Қазақстандағы ең мықты команда атанғанда осы Жамбыл облысының жігіттері, осы Мұхаммедәлі Құраловтың тәрбиелеуіндегі азаматтар. Ал Алматы облысының Үш Қоңыр көкпар командасының команда жетекшісі Орынтай Әмірғалиев осы ұлттық спорттың дамуына Алматы облысындағы бірден бір атсалысып жүрген азаматтардың бірі. Тек көкпар емес, бәйге аударыспағы болсын, қаншама аттарды шығарған атбегі даңқты, сондай-ақ осындай мықты көкпаршылар тәрбиелеген азамат ретінде жақсы білеміз. Сол Орынтай Әмірғалиевтің ізін басып келе жатқан Берік Деңгелбаев дейтін азамат осы Үш Қоңыр көкпар командасын жаттықтырады. Қадірлі телегөрермен, оны да айта кеткеніміз жөн. Міне, ортадағы төреші Бакытжан Төлегеннің ысқырығынан кейін ортада керемет ойын басталды. Міне, Жамбыл облысының жігіттері әуелі Серкені тақымға басып алып кеткенін көрдіңіздер. Бұл жолы Бағлан Шырымбаев Қазанбас дейтін Ақбозатпен Серкені тақымға басып алған. Міне, мәреге жақындады және бұл салым. Өте тамаша алғашқы салым ойынның 2-ші минутында. Бағлан Шырымбаев, қадірлі телегөрермен. 1982 жылы туған шабандоз бұл. Астындағы тұлпары Қазанбас. Оңтүстік Қазақстан облысының тумасы Бағлан. Міне, ойынның 2-ші минутында
алғашқы есепті ашып, керемет салымның авторы атанып отыр. Өздеріңізді көріп отырсыздар ғой, қадірлі телекөрермен. Бұл көкпар бұрынғыдан өзгерек, өйткені екеуі де тәжірибелі, екеуі де мықты жігіттерден жасақталған. Өңшең, сен тұр, мен атайын. Ұлттық құраманың сапына алынуға лайықты жігіттер де осында. Міне Құрманбек Тұрғанбек қазір Серкенің тақымға басқан, бірақ ойын алаңының сыртына шығып кетті. Қанша дегенмен жас қой енді бұл палуан, небәрі 20 жаста. 20 жастағы жігіт дәл осылай Серкенің тақымға басып жүрудің өзі, жерден іліп кетуінің өзі расымен де үлкен ерлік болып саналады кейде, қайбір осы арамызда жүрген жігіттерді көрген кезде. Әбуғали Әбжаппаров пен Йылдос Тілебалдиевтің арасындағы жекпе-жек, ай шіркін. Міне лазер, ардақты ағайын. Әбуғали Әбжаппаров тізгіндеген лазер шіркін жекпе-жекте ешкімге дес бермейді ғой. Қазақстан тұрмақ осы қырғыз, өзбек, тәжік сияқты қаншама мықты мемлекеттердің арасында шаң жұқтырмайтын, жекпе-жекте алдына қара салмайтын аттардың бірі осы лазер екен. Айта кеткеніміз жөн. Команданың капитаны Нұрдәулет Момынов Серкенің тақымға басты. Және Алматы облысының бірнеше жігіттерін жанына жинап даңқты палуан Нұрдәулет Момынов астындағы ракета дейтін өзінің сүйікті тұлпарымен кес-кестеп жүргенін көріп отырсыздар алаңның ішінде. Әрине Нұрдәулет Момыновтың тақымына Серке тисе, ол міндетті түрде салым болуға тиісті. Және есеп 2-0. Нұрдәулет Момынов ардақты ағайын, сіздердің назарларыңызда 1979 жылы Жамбыл облысында туған, Жамбыл облысының орталығы Тараз қаласының іргесінде Қаратау дейтін қырғызбен шекараласатын кішкентай ауыл бар. Сол ауылда дүниеге келген атақты Нәби Ақсақалдың ұлы. Қазір таңда Әулиеата көкпар командасының директоры, команданың капитаны, өзде осы ойын арасында жүріп барын салып жүрген жігіттердің бірі һәм бірегей екенін айта кеткеніміз жөн шығар. Сонымен ортадағы жекпе-жек бұл жолы Мейіржан Мәтжан Әбуғали Әбжаппаровтың алдын ұрып кеткенін көріп отырсыздар. Бұл Байтор дейтін сәйгүлік болуға тиісті Мейіржанның астындағы еліміздегі осы жекпе-жектен ат шыққан аттардың бірі. Мінекей қазір Елдар Жиынқұлов Серкенің тақымға басып алғанын көріп отырсыздар. Бірақ Құрманбек Тұрғанбек, Жұлдызхан Тайырбеков сияқты жігіттер қорғаныста өнер көрсетіп жатыр. Құрманбек Тұрғанбек міне Елдар Жиынқұловтың артынан ізін ала шауып келе жатқанын көріп отырсыз. Тіпті жетіп қалды қазір. Тізгінді тартпай. Мінекей бұл қалай болар екен? Ай, аттеген ай. Қараңыздар. Тамаша мүмкіндіктен Алматы облысының жігіттері айырылып қалды. Серке мәре сызығының жиегіне шығып кетті. Құрманбек Тұрғанбектің аты сүрініп кеткен екен. Бірақ шіркін мықтылығын қараңшы, тектілігін қараңшы Құрманбектің де. Аттың үзеңгісінен аяғын алмай қайта тұрып кетті ғой. Міне Айбек Болат қазір Серкенің тақымға басты. Құлсар дейтін Алматы облысының тіпті ұлттық құраманың ең жүйрік аттарының бірі Айбек Болаттың тақымына тиді. Серке Алматы облысының жігіттері тақым қысып отырған шығар. Кәні көрейік, бұл салым болуға тиісті шабуыл. Е, салым өте тамаша. Айбек Болат, қадірлі телекөрермен, астындағы тұлпары Құлсары 1995 жыл туған жігіт, өте жас балуан. Алматы облысының тумасы ойынның 8 минутында есепті бір салымға қысқартты. 2-1. Қазақстанның 9 дүркін чемпиондарына Алматы облысының жігіттері осылай тегеурінді ойын өрнегін көрсетуде. Қанша дегенмен өз жерлері Алматы қаласында өтіп жатқан чемпионат. Сондықтан да
Алматы облысының жігіттері үшін жауапкершілік жоғары. Қараңыздаршы, қандай тартысты ойын, қандай бәсеке. Жігіттер бір-бірін жауып алған. Бағлан Шырымбаев Қазанбаспен тағы да Серкені өз тақымына басып алды. Бағланның тақымындағы Серкені жылу дейтін ол. Әрине үлкен іс керек оған. Жан-жақтан жұмыс істелу керек. Әбуғали Әбжаппаров пен Лазер және Мейіржан Мәтжан байтормен шыққан екен. Әй шіркін, екеуінің де күштерін қараңызшы. Міне жекпе-жек, міне тартыс. Әбуғали еңкейді және Серкені өз тақымына басып алуға барын салуда. Мейіржан Мәтжанға ыңғайсыз келіп қалғанын көрдіңіздер. Әй шіркін ай. Алматы облысының жігіттері былай да қағат, бірақ Әбудің тақымындағы Серкені жұлып алар емес. Десек те қазір төрешінің ысқырығы естілгендей болды. Міне қараңыздар, үш жақтан кеп соққан екен ғой. Асқар бар Оңғарбаев, Қайыржан бар Сүлейменов, Мейіржан бар Мәтжан. Баршасы бірақ соқты. Серке Әбуғалидің тақымында әлде болса. Бұл Лазермен кезінде осы қазір ғана Серкені алған атақты палуан Жұлдызхан Тайырбеков ойнаған. Құлажан Тоғайбаевтың бағын ашқан бұл Лазер қазір міне Әбуғали Әбжаппаровтың даңқын шығарып жүр. Жұлдызхан Тайырбековтың тақымында Серке. Жұлдызхан шіркін осылай тақымға басып отырып, қинап алып келгенді, сүйреп алып келген жақсы көретін жігіттердің бірі. Оны баршасы білет, тура мәренің үстінде тұр. Қараңыздар қандай шеберлік. Соның өзінде сол тақымына Серке түссе, бұл Жұлдызханның ешкім ала алмайды. Қазір аяқты көтеріп тақымды босатты да Серкені тастай салғанын көрдіңіздер. Мәренің дәл ортасына келіп өте тамаша. 1975 жылы Оңтүстік Қазақстан облысында туған палуан. Астында құрма дейтін сәйгүлігімен ойынның 12-ші минутында есепті 3-1-ге жеткізіп отыр. Жарайсыңнан басқа айтар жоқ. Өйткені Жұлдызхан секілді талантты палуандар өте аз. Жоққа тән десек те болатын шығар. Өйткені Жұлдызханның сол тақымына Серке тисе, оны алу мүмкін емес расымен де. Жұлдызханның әкесі Зұлыпқар Ақсақалдың да қырғыз қазақтың ішінде тақымнан Серкесін жұлып алған бір адам болмаған деп жатады. Өзде атақты палуан. Міне сондай атадан тараған Жұлдызханның да даңқты палуан болмасына қақы жоқ деуге болатын шығар. Оңтүстік Қазақстанның Түлкібасында таудың арасында өскен жігіт Әбуғали Әбжаппаров Мейіржан Мәтжанның арасындағы кезек жекпе-жек. Тағы да Әбуғалидің мерейі үстем болуға шақ қалды. Десек те Мейіржан жас болса да өте мықты жігіттердің бірі ғой. Қараңызшы Серкені тақымға басып алған. Мейіржанның бойы 2 метрге жуықтайды. Мейіржан Құлсардағы палуанға беру керек Серкені. Беруін берді. Айбек Болат қазір Құлсармен шаба жөнелгенін көріп отырсыздар. Бірақ Манарбек Дүйсенбиев, Ерлан Жұмасаев сияқты екі мықты қорғаушы қос қапталынан қысып, Айбек Болатты ойын алаңның сыртына шығарып жіберді. Ортада қайтадан жекпе-жек. Әй шіркін, Мейіржан Мәтжан ерлеп жатыр қайта-қайта. Бірақ бұл жолы Әбуғали Әбжаппаров Лазердің көмегіне көп жүгінді. Нәтижесінде Серке өзінде қалды. Ерлан Жұмасаевтың тақымына ойысты Серке. Ерлан Жұмасаев шаба тартыста кез келген адамның тақымынан Серкені жұлып алатын жігіттердің бірі. Қазір әдемі шабуылды көріп едік, бірақ Серке мәре сызығының жиегінде қалып қойды. Нәтижесінде есеп 3-1 күйінде тұрақты қалады. Алматы облысының жігіттері кішкене қаттырақ ойын өрнегін көрсетіп жатқанын көз көріп отыр. Көбінесе аттың екпінімен кеп
қаймықпай соғып жатқанын көрдік. Міне Бағлан Шырымбаевты да қазан басымен қосып құлатып кеткенін байқадық. Оның өзінде де ойынды тоқтатуға мүдделі емес төреші де бұл жерде. Әрине бұл жігіттік өнер болғаннан кейін ондай болады деген қағидамен жүрген шығар. Құрманбек Тұрғанбектің орындауындағы тамаша салым, қадірлі телекөрермен. 20 жастағы небәрі палуан. Иә, Құрманбек Тұрғанбек Қырғызқара дейтін сәйгүлігімен Жамбыл облысының Байзағында дүниеге келген 1997 жылы. Не ойынның 17 минутында есеп 4-1-ге жеткізді. Мықты-мықтылығын көрсетіп жатыр. Тәжірибелі команда екені айқын. Құрманбек Тұрғанбек жастар арасында да, жасөспірімдер арасында да осы әулиеата сапында өнер көрсетіп келеді. Қазір ересектерге де бой үйретіп жүр. Соңғы уақытта былтырғы Талдықорғандағы өткен чемпионаттан бастап, сол чемпионатта ересектер арасындағы алғашқы чемпионы болып үлгерді Қазақстанның. Сондықтан бұл өзі әрбір 50 жылдықта, әрбір 100 жылдықта бір даңқты палуандар шығады, қадірлі телекөрермен. Атағы жер жарып тұрады, тақымынан серке түспейді, ілгенінен қиыс кетпейтін жігіттер болады. Міне сондай азаматтардың бірі осы Құрманбек Тұрғанбек десек, шатаспайтын шығармыз. Сәл ғана шеберлігі шыңдалса, ай шіркін, бүкіл Азияны аузына қарататын, Еуропаны елеңдететін жігіттердің бірі болады. Осыдан қателеспесек бір 20 жылдай бұрын, расымен де 96-97 жылдары дәл осылай болып, екі жағына бірдей еңкейіп, қос тақымына бірдей басып серкені жылдамдығымен көзге түсіп, кез келген адамның шаба тартыста тақымынан жұлып ап, елдің көзіне түскен палуанның бірі осы Нұрдәулет Момынов болатын. Ол да Жамбылдан шыққан. Бұл жерде Жамбыл облысындағы көкпардың мықтылығында айтуға болады. Екіншіден, өзі нардай жігіттердің көп шығатын толық айта аламыз. Лазермен мәселен. Жігіттерден бөлек аттарының қандай абыройы бар. Кешегі Олимпиаданың чемпионы болған Абсент те осы Жамбылдың топырағында туған еді. Қазір Қырғыздан келсе де қазақтың абыройын қорғап жүрген Лазердің өзі бір төбе, қадірлі телекөрермен. Сондықтан Жамбыл облысының қазіргі таңда ұлттық спорттың дамуына қосып жатқан сүбелі үлесі көп. Алматы облысының да жігіттері әсіресе бәйгеден алдарына қара салмайды. Еліміздегі ең даңқты бәйге Алтын тұлпарда Жаннұр дейтін Алматы облысының сәйгүлігі бір рет алды. Қала берді, жыл сайын еліміздегі бүкіл атбегілер асыға күтетін президент кубогы бар. Сол елбасының жүлдесіне арналған президент кубогында да Алматы облысының аттары топ бастайды. Көкбастаудың әрбір қорасы алма кезек алмасы. Осы бір ат жаратудан расымен де алдарына қара салмайтын жер екенін білеміз. Бірақ енді көкпарға келгенде осы Жамбыл мен оңтүстіктің палуандарына жететін палуан әзірге аз екені әмбеге аян. Мінекей шаба тартыспен қазір жармасып, бір-біріне таласып, несібені өзіне қарай алуға екі жақтың жігіттері ұмтылып, серкені ақыра ойын алаңының сыртына шығарып алды. Йылдос Асыл дейтін азамат серкені қазір тақымдап ортадағы шеңберге алып кеп тастаған. Жамбыл облысының жастар арасында ерекше өнер көрсеткен жігіттердің бірі. Бірінші кезеңнің қорытындылуына да көп уақыт қала қойған жоқ. Құрманбек Тұрғанбек пен Мейіржан Мәтжанның арасындағы жекпе-жек. Бұл жолы Мейіржан Мәтжан серкені жұлып алып кетті ортадан, бірақ ойын алаңының сыртына ығысып шығып кеткенін көрдіңіздер жай. Әрине өзі ғана ығысып шыққан жоқ. Сол әулиетаның қорғанысының нәтижесінде екені көрінді. Бірінші кезең аяқталып 4-1.
Сонымен қадірлі телекөрермен, енді ғана Қазспорт телеарнасын қосқан ағайын болса айта кетейік. Бұл Әулие-Ата көкпар клубы мен Үшқоңыр көкпар клубтарының арасындағы Қазақстан чемпионатының аясындағы өтіп жатқан ойын Алматы қаласында өткен болатын. Әулие-Ата атақты Жамбылдың жігіттері, Үшқоңыр сол атайтып тұрғандай Алматы облысының сайып қырандар екенін өздеріңізде жақсы біліп отырсыздар. Қазір Серке ойын алаңының сыртына шығып кетті. Ортада енді ары қарай жекпе-жек сайысы болады. Жекпе-жекте Ешжан Құрманбай мен Айбек Болат шыққан екен. Екеуі де аттарын ауыстырған, өздеріңіз көріп отырсыздар. Айбек Болат көбінесе Құлсарымен шабушы еді. Бұл жыры Байторымен шыққан секілді. Жақсылап тұрып Серкені өз тақымына басып алды. Ешжан Құрманбай қанша ұмтылғанымен Айбек Болаттың тақымдағы Серкені алу әрине қиын екенін өзі де біледі, өзге де түсініп тұр. Өйткені тақымға түскен Серке біреуге ойыса кету ол қиын жағдай екенін өздеріңіз жақсы білесіздер. Қазір төреші ойынды тоқтатты. Ондағы себеп міне өздеріңіз көріп отырсыздар ғой. Құлсарымен жүрген Мейіржан Мәтжан жекпе-жек бітпей жатып ортадағы шеңбердің ішіне кіріп кеткен екен. Бұл әрине көңілге қонатын дүние емес. Сондықтан қазір 5 минутқа ескерту алды. Елдар Жиынқұлов тақымына басқан Серкені, бірақ жан-жағынан қаумалап Жамбылдың жігіттері келе жатыр. Тіпті атынан аударып түсірді. Серке де оның тақымында енді қалмайтыны белгілі. Ортада қайтадан жекпе-жек сайысы орын алады. Бұл жолы кім шығады екен жекпе-жекке? Бағлан Шырымбаев Қазанбаспен шығатын секілді. Оның қарсыласы Қайыржан Сүлейменов. Қайыржан да күрең қасқаны мініп жекпе-жекте ойнерден көрсетіп жатыр. Жүректі палуандардың бірі екеуі де. Расымен де жүрек болмаса көкпарда көсегес көгермейтін белгілі. Екеуі бірдей алды Серкені. Қараңыздар қандай тартысты бәсеке. Серкені сүйрегенге ойын алаңының сыртына шығып кетті екеуі де. Енді ортада қайтадан жекпе-жек сайысы орын алады. 4-1 есебімен Жамбыл облысының палуандары алды. Жекпе-жек қайта басталды. Құрманбек Тұрғанбек пен Қайыржан Сүлейменовтің арасындағы жекпе-жек. Құрманбектің астындағы қырғыз қара дейтін сәйгүлігі. Құрманбек міне қазір оңға қарай қисайсам ба әлде сол жағынан жатсам ба аттың бауырына деп тұр. Сөйтіп тұрған сәтте Қайыржанның сәл ғана көзін ала берген сәтін тамаша пайдаланған Құрманбек Тұрғанбек қазір Серкені өз тақымына басып алды. Және бұл салым. Қадірлі телекөрермен, Құрманбек Тұрғанбек екі салымның авторы атанып отыр. 1997 жыл туған, астында қырғыз қара дейтін сәйгүлікті тізгіндеген балуан. Жамбыл облысының тумасы. Ойынның 30 минутында есепті 5-1-ге жеткізіп отыр. Құрманбек осымен екі салымның авторы атанды және жастығын көрсетті. Қалай алып шығып кеткенін көрдіңіздер ғой қалың доданың арасынан. Міне шеберлік, міне талант. Қадірлі ағайын. Мұндай жігіттер күнде көкпарға келіп жатқан жоқ. Сондықтан Құрманбек Тұрғанбекке
Қазіргі таңда расымен де Әулие-Ата көкпар командасының, Әулие-Ата көкпар клубының директоры жоғарыда ғана сөз басында айтқанбыз, Нұрдәулет Момынов ерекше жағдай жасап, осы Әулие-Атаның сапына қызметке алып, команданың тұрақты мүшесі ретінде облыстың құрамасына кіргізген жайлары бар. Құрманбек Тұрғанбек пен Мейіржан Мәтжанның арасындағы жекпе-жек, міне екеуі құрдас. Осындай жігіттерден ұлттық құраманың сапын жасақтайтын болса, онда шіркін даңқты команда болатыны белгілі. Құрманбек Тұрғанбек қайтадан Серкені тақымға басып, қалай қалың доданың арасынан тіліп жарып шығып кетіп жатқанын көріп отырсыздар. Бұл жол әрине Алматының жігіттерде Серкеге жапса кеткен екен. Құрманбек Тұрғанбек тура ойын алаңының сыртына шығып кететін тұсты білген кезде өзінің күшін сарқымай-ақ қояйын деді ғой деймін. Серкені тақымнан жібере салды. Осылайша ойын алаңының сыртына шығып кетті Серке. Ортада қайтадан жекпе-жек сайысы. Айбек Болат шыққан екен жекпе-жекке. Айбек Болатқа қарсы Әбуғали Әбжаппаровқа ұқсайды. Иә, жоқ, бұл жолы Құрманбек Тұрғанбек қайта шығыпты. Екінші таймыз Құрманбектің еншісінде болып жатқан секілді. Құдды бір жалғыз өз ойнап жатқан сияқты. Құлажан Тоғайбаевты да көріп отырмыз. Бірақ Айбек Болат бұл жолы Серкені өз тақымына басып алды. Өзіне ыңғайлы етіп, оң қаратып басты деп айтады осындайды. Бірақ сол тақымына басқан екен. Әрине өзіне қолайлысы осы болса керекті. Шіркін міне. Тізгінді босатып, сауырға қамшыны басып, Елдар Жиынқұловқа қолсарыны тізгіндеген. Серкені ұзатып бергенін сол ет. Жамбылдың жігіттері жапса кетті. Енді міне салым салуға мүмкіндік бар. Елдар Жиынқұлов жалғыз өзі. Деген қараңыздаршы, Манарбек Дүйсенбиев міне ақылмен ойнайтын палуан. Көрдіңіздер ғой? Манарбек Дүйсенбиевті Елдар Жиынқұлов алдап өте алған жоқ. Алайда мүмкіндік бар еді. Бұл Елдардың әлсіздік емес, Манарбектің мықтылығы болып тұрағайын. Ұлттық құраманың сапында 10 шақты жылдан бері бекер өнер көрсетіп жүрген жоқ. Қала берді, жасы 41-де бүгінде осы Манарбек Дүйсенбиевтің. Осы жасына қарамай, кәдімгі жас балаша 20-25-тегі қылшылдап тұрған жастардай екі жағына бірден кейіп әлі күнге дейін. Қорғаныста қалай өнер көрсетіп, тақымына Серке түсті түсірмей, ұлттық құраманың сапында өнер көрсетіп жүр. Әрине, бұндай ойыншыларды Әулие-Атада бүгін ертең қоштастыруға жақын емес, өздеріңіз жақсы білетіндей. Нұрдәулет Момынов ракетасымен шыққан екен жекпе-жекке. Айбек Болат ары бері тұрып Нұрдәулет Момыновқа мүмкіндік бермей кетті. Бірақ қараңыздаршы, Нұрдәулеттің қалай тартсын. Айбек Болаттың тақымындағы Серкені тартып, жұлып алуға, атымен қосып жұлып алуға барын салып тұр. Бірақ сәл ғана бұл жерде Айбек Болаттың да мықтылығы болды. Міне Серкені Ерлан Жұмасаев өз тақымына баста. Әулие-Атаның жігіттері ар жабылып, бер жабылып жүріп, Айбек Болаттың тақымындағы Серкені жұлып алғанын көрдіңіздер. Ерлан Жұмасаевтың астындағы айғыры әрине өте шұқыр деп айтуға келмейді, десек те мықтылығы көрініп тұр. Нұрдәулет Момынов Серкені өз тақымына басып алғанын көрдік. Нұрдәулет Момыновтың бұл кезекті шабуылы салым болар ма екен? Оны көрейік. Әрине, көкпар деген әрдайым бір адамның тақымында жүретін дүние емес. Соның өзінде де даңқты палуанның, атақты жігіттердің ойын өрнегін көрсетуі осы өсіп келе жатқан жас ұрпаққа, ұлттық спортқа, қазақтың ат спорт өнеріне келуіне бірден бір сеп болатыны белгілі. Ортада қайтадан жекпе-жек сайысы болады, қадірлі телекөрермен.
Әбуғали Абжаппаров пен Мейіржан Матчан. Әбуғалидың астындағы лазер атақта осы Жамбыл облысынан даңқын шығарған бұл лазер 2004 жылдан бері ойын өрнегін көрсетіп келе жатыр. 13 жылдан бері жасы 23-ке келсе де сынынан сыр кетпеген бұл аттың жүрісінде мен жоқ, нағыз текті тұлпар екенін көрсетіп жүр. Қазіргі таңда әттеген-ай, Әулиеатаның екі бірдей палуаны аттың апатына ұшырады десек артық айтпаймыз. Шіркін кәдімгі қатты жылдамдықпен келе жатып көл соғысқандай күй кештірді. Міне қараңызшы, бір-біріне сүрініп кеткен екен. Бұл жерде ат сүрініп кетті. Аттан кейін сол құлаған атқа кеп Әулиеатаның екінші палуаны кетті. Ерлан Жұмасаев әуелі бірінші болып құлаған екен. Бірақ десек те бәсекенің соңғы сәттеріне келген кезде осындай дүние орын алған. Нәтижесінде бұл бәсекеде өз мәресіне жетті. Есеп 5-1. Қазір қайталап көріністерден жоқ, кешіріңіздер, ойын ары қарай жалғасып жатыр. Қазір Бағлан Шырымбаев серкені жерден көтерген тұста ортадағы төреші Бақытжан Төлеген ойынды тоқтатқанын байқадық. Ортада қайтадан жекпе-жек сайысы болады. Әбуғали Абжаппаров пен Мейіржан Матчанның арасында екеуі де 7-ші нөмірді киіп алған. Жекпе-жекшілердің барлығы 7-ші нөмірде ме дерсің осындайда? Алматы облысының жігіттері серкені тақымға басып алған. Асқар Оңғарбаев дәл қазір ақ серкені тақымға басып Ақбозатпен ары-бері шауып көрген еді, бірақ шабуылынан ештеңе шықпады. Нәтижесінде ойын алаңының сыртына шығып кете жаздады серке. Қазір тағы да бір палуанды Алматы облысының палуаны Асқар Оңғарбаевтың өте қатты қаққанын көріп отырсыздар. Сіздердің назарларыңызда міне Илдос Жамбатуша ойын өз мәресіне жетті. Екі команданың жігіттері бір-бірімен қол алысып қоштасып жатқан сәті. 5-1 есебімен Әулиеата Көкпар командасы жеңіске жетті. Ойындағы тактикада да, күште де, жылдамдықта да баршасында мықты болғанын көрдік. Тәжірибесі де өте басым. Осының нәтижесінде әулиеталықтар 4 салым айырмасымен алға озып, ақтық бәсекелерге жолдама алып отыр. Бұл ойыннан кейін расменде Алматы облысының жігіттерінің өте қатты, кішкене епсіз ойын өрнегін көрсеткенін байқап отырдық. Ереже бұзғанында көп, төрешіге көп деген наразылықтар көрсетілгенінде жасырын емес. Әрине оның барлығының шешімін ұлттық спорттың басшылығы тарапынан еститін боласыздар. Көкпар әрдайым сіздердің көретін қызықты ойындарыңыздың бірі болсын деген тілекпен біз бүгінгі хабарды
аяқтаймыз.